Жапондардың ұзақ өмір сүру құпиясы. Жапония 100 жастан асқан адамдары ең көп мемлекет. Бұл елде 100 жасқа жеткен қарттардың саны әлем бойынша ең жоғары. Таңғаларлығы, жасы 80-90-ға келсе де, олардың аяқ-қол күші өте мықты болып қала береді. Олар күн сайын өз бетімен қозғалып, баспалдаққа шығып, үйдің барлық тіршілігін ешкімнің көмегінсіз орындайды. Ал батыс елдерінде 50 жастан кейін аяқ-қолдың күші айтарлықтай төмендей бастайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 50 жастан кейін бұлшықет әлсіреуінің табиғи түрде жылдамдайтынын айтады. Бұл жағдай саркопения деп аталады. Бүкіл әлемде миллиондаған адам осы мәселені бастан кешуде. Саркопения бұлшықеттің азаюына, әлсіреуіне және жалпы физикалық күштің төмендеуіне әкеледі. Соның салдарынан күнделікті қарапайым іс-әрекеттердің өзі қиындық тудыра бастайды. Мысалы, орындықтан тұру көптеген қарт адамдар үшін үлкен қиындыққа айналады. Баспалдаққа шығу бұрынғыдай жеңіл емес, ол шаршататын әрі қауіпті әрекетке айналады. Бұрын қысқа қашықтықты оңай жүріп өтетін адамдар енді оны марафон секілді қабылдайды. Жас ұлғайған сайын аяқ күшінің әлсіреуі құлаудың негізгі себеп болады. Бүгінде әлем бойынша 65 жастан асқан адамдардың әр төртеудің бірі жылына кем дегенде бір рет құлайды. Құлау егде жастағы адамдардың тәуелсіздігінен айырылуының және қарттар үйіне түсуінің басты себебі. Ал жамбасы сынғаған қарт адамдардың 20% жарақаттан кейінгі бір жыл ішінде қайтыс болады. Бірақ міне, ең үміт сыйлайтын жаңалық. Жапондар кез келген адам үйде жасай алатын өте қарапайым 6 жаттығуды ғасырлар бойы қолданып келеді. Бұл жаттығулар аяқ күшін қалпына келтіріп қана қоймай, қауіпті құлаулардың алдын алады. Жапониядағы Тохоку университеті жүргізген жаңа зерттеу бұл дәстүрлі қозғалыстардың тиімділігін дәлелдеді. Тохоку эксперименттік медицина журналында жарияланған бұл зерттеу әлемдік назарға ілікті. Профессор Рёичи Нагата бастаған ғалымдар тобы қатысушыларды бірнеше ай бақылады. Зерттеу нәтижесі таңғаларлық болды. Жаттығуларды жасаған қатысушылардың сені тікесілу күші 25,9% артты. Ең қызығы, олар күніне тек 5 минут, аптасына 4 рет қана жаттығу жасаған. Ал ешқандай жаттығу жасамаған бақылау тобында бұл көрсеткіш бар жоғы 2,5% ғана болды. Тізені түзу ұстау күші, адамның жүрісі, тұруы және жалпы қозғалысы үшін негізгі көрсеткіштердің бірі. Бұл күш азайғанда орындықтан тұру, жүру, баспалдаққа шығу секілді әрекеттер қиындайды. Егер жапон қариялары осындай нәтижеге қол жеткізсе, сіз де оған жете аласыз. Ол үшін қымбат залға барудың немесе арнайы құрал алудың қажеті жоқ. Тек тұрақтылық, шыдамдылық және күнделікті 5 минут қажет. Ал қазір сізге жүздеген жылдар бойы қолданылып келе жатқан, әрі қазіргі ғылым дәлелдеген 6 жапон жаттығуын көрсетемін. Әрқайсысы дене тепе-теңдігін, бұлшықет күшін және жас ұлғайған сайын тәуелсіздікті сақтауға бағытталған. Бастамас бұрын төменде аты жөнімізді және тұрған қалаңызды жазып қойыңыз. Қай елден қарап отырғаныңыз мен үшін өте маңызды. Бұл видео тек ақпарат беру мақсатында дайындалған. Кез келген жаттығуды бастамас бұрын дәрігеріңізбен кеңескеніңіз дұрыс. Енді аяқ күшін өзгерте алатын 6 әсерлі жаттығудың алғашқысына көшейік. Екінші бөлім. Жаттығу 1. Демалып тұру. Resting squat. Resting squat жапониялықтар арасында ең кең тараған және түпкілікті маңызды жаттығулардың бірі. Бұл қалып ғасырлар бойы Азия елдерінде адамдардың демалуы мен тынығуы үшін қолданылып келеді. Жапондар көп жағдайда кресломен демалғанды таңдамайды. Олар табиғи түрде терең отырғыш қалыптарын қолданады. Біздің ата-бабаларымызда орындықтар болмаған, сондықтан дене ұзақ уақыт бойы әдетте тізе бүгіліп, қысқа уақытқа емес, терең қолдау қалыптарында болған. Адам ағзасы эволюция барысында терең дөрекі төсек сияқты емес, терең скват қалыптарын таңдады деуге болады. Қазіргі замандағы ұзақ уақыт орындықта отыру бөксе бұлшықеттерінің әлсіреуіне, жамбысқы иықтың қысыңқылығына және жалпы қозғалыс балансы бұзылуына әкелетінін ғылым дәлелдеп отыр. Отырықшы өмір салты ұзақ жылдар бойы жасалса, оны және метаболизмдік ферменттердің белсенділігінің төмендеуін туғызады. Бұл ферменттер майды жағуға және қан-қантын реттеуге көмектеседі. Олардың белсенділігі төмендегенде триглицеридтер жоғарылап, жүрек ауруларының қаупі артады. Жапондар күнделікті тіршілікте терең скват қалпын табиғи түрде пайдаланады. Егінші, балықшылар, қолөнершілер бәрі осы қалыпта жұмыс істеп демалады. Бұл әдет төменгі дене бөлімнің көптеген бұлшықеттерін бір уақытта жаттықтырады. Терең скват ұстаған кезде алдымен 4 басты бұлшықет, квадрицептер қатты белсендіріледі. Сол жағында жамбастың артқы бұлшықеттері,
хамстрингтер, тізе буынының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Бөксе бұлшықеттері, глюталар, жамбасты басқаруға және тұруға қажет күшті береді. Сонымен қатар іштің және төменгі арқаның бұлшықеттері де белсенді болып, дененің тірегін сақтайды. Осы себепті жапон қариялары ұзақ уақыт жаттығусыз спорт залға барып күш жинамай-ақ күшті аяқ-қолға ие болады. Ғылыми дәлелдер мен артықшылықтар. Токио университетінің бір ірі зерттеуі шеттетіп айтқанда, қарттар арасында терең скват қалпын ұстанғандардың бірнеше күш көрсеткіштері бойынша жастардан 20 жасқа кем адамдарына ұқсас деңгейге жеткенін көрсетті. Бұл жасқа байланысты бұлшықет кеміруінің бір бөлігін кері қайтара алатынын дәлелдейтін тамаша нәтиже. Қатысушылардың тепе-теңдік көрсеткіштері жақсарып, күнделікті тұрмыстық іс-әрекеттерді өз бетінше орындау қабілеті артты. Биомеханика журналында жарияланған зерттеулер керең скваттың орындау механикасын мұқият талдап, бұл қалыпты орындау үшін жамбастың, тізенің және аяқ буындарының жоғары икемділігі қажет екенін көрсетті. Ғалымдар терең скватты тәуелсіз өмір сүруге қажетті ең маңызды жұмыстардың бірі деп атады. Себебі ол отыру және тұру сияқты күнделікті қозғалыстарға дайындық береді. Үй жағдайында 3 аптадан 5 аптаға дейінгі немесе одан да ұзақ мерзімде тұрақты жаттығу жасаған қарт адамдарда отырудан тұру сынақтары мен аяқ қысымының күші жақсарғаны ғылыми зерттеу негізінде көрсетілді. Қалай дұрыс орындау керек? Жаттығуды дұрыс орындау қауіпсіздік пен нәтиженің кілті. Төмендегі қадамдарды сақтаңыз. Аяқты иықтың кеңдігі шамасында орналастырыңыз. Аяқтың ұштарын аздап сыртқа, шамамен 30 градусқа бұрыңыз. Бұл жамбастың икемділігін жақсартады. Баяу әрі бірте төмен түсіңіз. Тізеңізді бүгіп, жамбасқа бір уақытта артқа қарай итеріңіз. Төмен түскенде, бөкселеріңіз мүмкіндігінше жерге жақын болсын. Бірақ алдымен икемділігіңізге сай келсін. Топшасын тегіс жерге тигізіп, өкшелерді көтермеңіз. Егер өкше жерден көтерілсе, аяқ буынының икемділігі жетіспейді. Оны жай жаттықтыру қажет. Омыртқаны нейтраль күйде ұстаңыз. Қатты иілу немесе кері иілу болмайды. Астыңғы арқаңызды домалап жібермеңіз. Кеуде көтеріңкі, көз алдыңызға бағытталған болсын. Бұл дұрыс омыртқа орналасуын сақтайды. Алғашында толық скватқа түсе алмасаңыз, тұруға жетекші заттан, берік орындықтан немесе үстілден жемен ұстап тұрыңыз. Бұл сенімділікті арттырып, қауіпсіздік береді. Бастапқы жүктеме және прогрессия. Егер сіз қазір седентарлы тұрмыста болсаңыз және 60 жастан асқан болсаңыз, келесі ұсыныстарды сақтаңыз. Бастапқыда бір жаттығуда 20 секундтан ұстап көріңіз. Бұл бірінші кезекте дұрыс формаға үйренуге бағытталған. Біртіндеп ұзақтығын арттырыңыз. Апталап практиканы көбейте отырып, 4-тен 8 аптаға дейін тұрақты жаттығу жасағаннан кейін 2-3 минут үздіксіз ұстауға дейін жұмыс істеңіз. Қысқа мерзімдерді бірнеше рет орындауға болады. Мысалы, күні бойы 3 рет 1-2 минуттық ұстап тұрулар. Апта сайын ұзақтықты және жиілікті біртіндеп арттыра беріңіз. Сіз жаттығуды дұрыс орындағаныңызды былай сезесіз. Квадрицептер мен глюталар белсенді жұмыс істеп, денеңізде жану сезімі пайда болады. Алайда таяқшадай өткір буын ауруы сезілмеуі керек. Егер тізе, жамбас немесе балтырларында өткір ауырсыну пайда болса, дереу жаттығуды тоқтатып, дәрігермен кеңесіңіз. 3-ші бөлім. Жаттығу 2. Бір аяқта тұрып теңгеру. Жасы ұлғайған сайын, адам денесінің ең әлсірейтін қабілеттерінің бірі тепе-теңдікті сақтау. Тепе-теңдік күнделікті өмірдің кез келген қозғалысында маңызды рөл атқарады. Орындықтан тұру, баспалдақпен көтерілу, ваннадан шығу, ұзақ жүру, тіпті аяқ киім байлау сияқты қарапайым әрекеттердің өзінде тепе-теңдік қажет. Ал егер тепе-теңдік әлсіресе, құлау қаупі бірнеше есе өседі. Салдарынан жүріс баяулап, қорқыныш пайда болады. Ал бұл қорқыныш қозғалысты азайтып, бұлшықетті одан сайын әлсіретеді. Бұл қартаюдың қауіпті шеңбері. Жапон ғалымдары тепе-теңдік қабілетін жақсартудың ең қарапайым, ең тиімді, әрі кез келген адам жасай алатын әдісі бір аяқта тұру жаттығу екенін айтады. Бұл жаттығу өте оңай көрінгенімен, оның адам денесіне беретін пайдасы ғылыммен дәлелденген және әсері таңғаларлық. Ғылыми дәлелдер. Жапонияның Токио медицина университетінің зерттеуі бойынша, күніне 2-3 рет бір аяқта 1 минут тұра алған адамдар жамбас пен тізе бұлшықеттерінің күшін айтарлықтай арттырған. Қартайған шақта құлау қаупін 50%-ға дейін азайтқан. Қарттарда когнитивті қабілеттердің жады, назар, өңдеу жылдамдығы жақсарған көрсеткен.
Тағы бір үлкен зерттеу, бір аяқта тұруды жақсы орындай алатын адамдардың денсаулық көрсеткіштері әлдеқайда жоғары екенін көрсетті. Олар инфаркт, инсульт, қант диабеті, қан қысымы секілді ауруларға аз ұшырайды. Сүйек тығыздығы жоғары болады, жүрісінің тұрақтылығы сақталады. Бұл жаттығу тек аяқтың емес, бүкіл ішкі орталық бұлшықеттердің жұмысын арттырады. Іш бұлшықеті, бел бұлшықеті, жамбас стабилизаторлары барлығы бірге белсендіріледі. Яғни бұл тек бір аяқта тұру емес, бұл орталық жүйені толық жаттықтыру. Қалай орындау керек? Жаттығуды қауіпсіз әрі дұрыс орындау өте маңызды. Бірінші қадам, қатты, таймайтын жерге тұрыңыз. Жаныңызда қабырға, үстел немесе орындық болсын, қажет кезде ұстап үлгеру үшін. Екінші қадам, аяқты иық кеңдігіндей ашып, салмақты екі аяққа тең бөліңіз. Үшінші қадам, бір аяқты жай ғана көтеріңіз. Тізе аздап бүгілген күйде болсын. Екінші аяқ жерге нық тіреледі. Төртінші қадам, денеңізді тік ұстаңыз. Ішті сәл тартып, иықты төмен түсіріп, мойынды бос ұстаңыз. Бесінші қадам, көзіңізді бір нүктеге қадаңыз. Бұл тепе-теңдікті оңайырақ сақтауға көмектеседі. Ұстар уақыт. Бастапқыда 15-20 секунд жеткілікті. Уақыт өте келе 1 минутқа, кейін 2 минутқа дейін ұзартуға болады. Екі аяққа тең бөліңіз. Алдымен оң аяқта тұрыңыз, кейін сол аяқта дәл солай қайталаңыз. Тәжірибелі адамдарға прогрессия. Егер сіз бұл жаттығуды оңай орындай алатын болсаңыз, мыналар арқылы оны күрделендіре аласыз. Көзді жұмып орындау. Тепе-теңдіктің күрделілік деңгейін 4 есе арттырады. Қолды жоғары көтеру. Жұмсақ төсеніштің үстінде тұрып орындау. Аяқты алға созып тұру. Тізені көбірек көтеру. Барлығы біртіндеп жасалуы керек. Ешқашан асықпаңыз. Күніне қанша рет жасау керек? Жапон мамандары былай ұсынады. Күніне 2 немесе 3 рет, әр аяққа 1 минуттан, жалпы 2-3 минут күн сайын. Бұл өте аз көрінеді, бірақ әсері күннен күнге жиналады. Бір айдан кейін адамның тепе-теңдігі айтарлықтай жақсарып, жүріс тұрақтанады. Қандай қателер жиі кездеседі? Аяқтың ұшын қатты сыртқа немесе ішке бұрып бұл тізеге артық жүктеме береді. Денені қатты алға еңкейту тепе-теңдікті бұзады. Тізені толық жазып тастау буынға қысым түсіреді. Денеңізді босан, бірақ бақылауда ұстаңыз. Бұл жаттығудың қосымша пайдасы бас айналуын азайтады. Жүріс қадамын тұрақтандырады. Тірек қимыл жүйесінің қартаюын баяулатады. Орталық жүйке жүйесін жаттықтырады. Мидың балансты өңдеуге жауапты бөліктерін белсендетеді. Көпшілік таңғалатын факт. Бір аяқта ұзақ тұра алатын қарт адамдардың миындағы қан айналымы әлдеқайда жақсы болады. Japanese toe lifts. Аяқ саусақтарын көтеру жаттығуы. Бұл келесі жаттығу жапон қарттарының тепе-теңдігін сақтайтын ең маңызды тәсілдердің бірі. Оны toe lifts, яғни аяқ саусақтарын көтеру деп атайды. Бұл жаттығу аяқтың ұсақ, бірақ өте маңызды бұлшықеттерін күшейтеді. Біздің тепе-теңдігіміз тек жамбас немесе тізе күшіне ғана емес, аяқ саусақтарының икемділігі мен қаттылығына да тікелей байланысты. Аяқ саусақтары денені алға, артқа және жан-жаққа тұрақты ұстап тұратын табиғи тіреуіштер сияқты жұмыс істейді. Жасы ұлғайған сайын көптеген адамдар дәл осы ұсақ бұлшықеттердің әлсіреуінен құлайды. Өйткені аяқтың алдыңғы бөлігі әлсірегенде адам кедір-бүдір жерге тез сүрінеді, аяқ ілігеді немесе тепе-теңдігі бұзылады. Жапон ғалымдары бұл жаттығудың құлау қаупін бірнеше есе төмендететерін айтады. Тіпті қарапайым статистикада дәлелдейді. Аяқ саусақтары мықты адамдардың құлау ықтималдығы әлсіз адамдарға қарағанда 2 есе төмен. Жаттығуды қалай дұрыс орындау керек? Бір орындық немесе қабырғаға сүйеніп тік тұрыңыз. Аяқтарыңызды иық кеңдігіндей ашып қойыңыз. Енді табаныңыздың алдыңғы бөлігін және аяқ саусақтарыңызды жерден көтеріп, тек өкшемен тұрыңыз. Бұл кезде аяқтың алдыңғы бөлігі толықтай ауада тұруы керек. Саусақтарыңызды жоғары көтерген күйде 2-3 секунд ұстап тұрыңыз. Содан кейін баяу түсіріңіз. Бұл қимылды өте баяу, сезініп жасау маңызды. Асықпай, бұлшықеттің қалай тартылып жұмыс істеп жатқанын сезініз. Көп адамдар осы жаттығуды алғаш жасағанда аяқтың үстіңгі жағы мен сирақтың алдыңғы бөлігі бірден жұмыс істей бастағанын сезеді. Бұл жаттығудың дұрыс жасалып жатқанын білдіретін белгі. Неше рет қайталау керек? Жапон мамандары 20 қайталаудан бастауға кеңес береді, ал уақыт өте келе 30-40 қайталауға дейін жеткізген өте жақсы.
Ең маңыздысы тұрақтылық. Бұл жаттығу күн сайын жасалғанда ғана жақсы нәтиже береді. Егер сіз аяқ саусақтарыңызды жоғары көтере алмай жатсаңыз, бұл аяқтың алдыңғы бөлігі қатты әлсірегенінің белгісі. Уайымдамаңыз, көп адамның бірден жасай алмауы қалыпты. Бірнеше күннен кейін бұлшықеттер оянып, жеңілдей бастайды. Бұл жаттығудың пайдасы қандай? Бірінші пайда – құлаудың алдын алады. Қартайған сайын аяқ ілінуінің негізгі себебі дәл осы бұлшықеттердің әлсіреуі. Екінші пайда – жүруді жеңілдетеді. Аяқ саусақтарының күшеюі қадамды серпіндетеді, әсіресе ұзақ жүрістерде. Үшінші пайда – қан айналымын жақсартады. Аяқтағы қан айналымы жақсарғанда шаршау азаяды, ісіну басылады. Төртінші пайда – нерв жүйесіне әсер етеді. Аяқ ұшында көптеген нерв нүктелері бар. Олар жұмыс істей бастағанда бүкіл дене сергиді. Қашан әсерін сезінесіз? Көп адам 7-10 күнде алғашқы өзгерістерді байқайды. Жүру жеңілдейді, тепе-теңдік жақсарады, аяқтағы ауырлық азаяды. Аяқ саусақтары бұрынғыдан икемді бола бастайды. Ал бір айда нәтиже тіпті айқын болады. Енді біз жапондардың құпия 6 жаттығуының үшіншісін өттік. Алда әлі де аяқ күшін күрт көтеретін, жас ұлғайған сайын аса қажет 4-ші жаттығу бар. Chair stand exercise. Орындықтан тұру жаттығуы. Бұл жаттығу жапон қарттарының күнделікті жасайтын ең негізгі қозғалыстарының бірі. Оны chair stand exercise, яғни орындықтан тұру жаттығу деп атайды. Қарапайым көрінуі мүмкін, бірақ бұл аяқтың алдыңғы және артқы бұлшықеттерін, жамбас күшін, тізе тұрақтылығын және арқа бұлшықеттерін бір уақытта жұмыс істететін ерекше тиімді жаттығу. Бұл жаттығу адамның тәуелсіз өмір сүру қабілетін анықтайтын нөмір бір көрсеткіш болып есептеледі. Дәрігерлер бүкіл әлемде қарт адамдардың физикалық деңгейін бағалағанда, орындықтан қанша рет тұра алады деген тестті қолданады. Егер бұл жаттығу қиын болса, бұлшықет әлсіреуінің саркопенияның алғашқы белгісі. Егер бұл жаттығуды жеңіл орындасаңыз, сіздің аяқ және жамбас күшіңіз жақсы деңгейде деген сөз. Неге бұл жаттығу соншалық маңызды? Орындықтан тұру күнде 100 рет қайталанатын қозғалыс. Таңертең төсектен тұрғаннан бастап, күні бойы орындықтан, диваннан, көліктен, дәретханадан тұрып жатамыз. Сондықтан отырып тұру бұлшықеттердің жалпы жағдайын көрсететін табиғи тест. Зерттеулерде дәлелденген, орындықтан тұра алмайтын адамдардың құлау қаупі 4 есеге артады. Ал орындықтан 20 рет еркін тұра алатын адамдардың жамбас сыну қаупі өте төмен. Жаттығуды қалай дұрыс орындау керек? Бір орындық алыңыз. Орындықтың сырғанамайтынына көз жеткізіңіз. Бірінші қадам – тік отырыңыз. Аяқтарыңызды еденге толық тіреп, иық кеңдігіндей ашып қойыңыз. Қолыңызды кеудеңізге айқастырып, немесе алға созып қойыңыз. Екінші қадам – алға аздап еңкейіп, аяғыңызбен итеріліп, ақырын тұрыңыз. Ең бастысы – қозғалысты баяу орындау. Тізеңіз дірілдеп тұрса, бұл қалыпты. Бұлшықеттердің жұмысқа қосылып жатқан белгісі. Үшінші қадам – тік тұрғаннан кейін 1 секунд тұрып, тынысымызды қалыпқа келтіріңіз. Төртінші қадам – баяу қайта отырып, бастапқы қалыпқа келіңіз. Отырғанда құлап кетпей, жайлап түсу өте маңызды. Бұл жамбас пен тізе буындарын қауіпсіз жұмыс істетеді. Бұл бір қайталау. Неше рет қайталау қажет? Жапон мамандары 15 қайталаудан бастауға кеңес береді. Жаттығу жеңілдей бастағанда 20-дан 30-ға дейін көтеріңіз. Аптасына кем дегенде 4 рет жасау ең тиімді нәтиже береді. Бұл жаттығу қандай пайда береді? Бірінші пайда – аяқтың алдыңғы бұлшықеттерін қатайтады. Бұл бұлшықеттер әлсіресе адам орындықтан тұра алмай қалады. Екінші пайда – жамбас күшейеді. Жамбас күшті болса, құлау қаупі күрт төмендейді. Үшінші пайда – тізе тұрақтылығы артады. Тізе буыны құрылымын ұстап тұратын кішкентай бұлшықеттер осында өте белсенді жұмыс істейді. Төртінші пайда – жүріс жеңілдейді. Аяқтың қадам басу күші артып, ұзақ жүру әлде қайда жеңілдейді. Бесінші пайда – бел мен арқа бұлшықеттері нығаяды. Денені тік ұстап тұру жақсарады. Қашан әсерін көруге болады? Көп адамдар небәрі 1-2 аптада орындықтан жеңілірек тұра бастайды. Ұзақ жүргенде тез шаршамайды. Тізесі бұрынғыдай беріліп қалмайды. Денесі тік жүре бастайды. Ал 1 айдан кейін нәтиже өте айқын сезіледі.